Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет, сочный болып шығатын қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен суымызға тұзымызды салып, араластырып аламыз. Енді ыдысымызға жарты кило ұнымызды салып аламыз. Енді қаймағымыздың үстіне 2 жұмыртқаның сарысын салып, және де 1 жұмыртқаны өзін салып араластырамыз. Мендегі қаймағым қолдың қаймағы. Ұнымызға суымызды құйып, және де қаймағымызды салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін ауа өткізбейтін салафанға немесе ыдысымызға салып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Бізге салмасына сиыр фаршы, кубиктап туралған картоп және пиязымызды, құйрық майды салып, және де татымына қарай тұз, қара бұрыш, зира және де чеснокты салып, жақсылап араластырамыз. Біздегі салмамыз дайын болды. Тынған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Қамырларымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Міне мен екінші қамырымды жайып жатырмын. Кәдімгі еттің қамыры сияқты ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Бірінші жайылған қамырымыздың арасына ерітілген сары май жақсаңыздар болады. Мендегі жылқының майы. Бұл маймен де самса өте дәмді, керемет болып шығады. Май жағылған қамырымыздың үстіне екінші жайылған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп орналастырып шығамыз. Дайын болған қамырымызды орап, морозильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. Және де салафанға салып, морозильникке сақтап, кез келген уақытта алып қолдана берсеңіздер болады. Қамырымызды кесіп, дәл осылай домалақ формаға келтіріп аламыз. Дайын болған қамырларымызды жайып, ортасына салмасын салып, өз қалауларыңызша түйе берсеңіздер болады.
Мен видеода көрсетілгендей етіп домалақ формаға келтіріп шықтым. Дәл осылай келесі қамырларымызды да жасап шығамыз. Жұмыртқа мен сүтті араластырып, кисточканың көмегімен бетіне жағып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 250 градуста 10-15 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.